Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ummati ajma'in. Сұрақ: ислам шариғатында неке мен талақ үкімі қандай? Аллах Тағала Құран Кәрімнің Нұр сүресінің 32-ші аятында: "Ва анкиху айяма минкум ва-салихина мин айбадикум ва имаикум иякуну фуқара'a юғнихимуллаху мин фадлих" деп үйленуге, некелесуге байланысты аят келтірген. Аяттың мағынасы: араларындағы үйленіп, өз алдына отау құрмағандарды һәм құлдарың мен күндеріңнің арасындағы ізгі жандармен үйленіп, үй болуға жарайтындарды үйлендіріңдер деп Аллах Тағала әмір берген. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің бір хадис шарифінде «Ан-никаху суннати фаман рағиба ан суннати фалайса минни» деген. Неке менің сүннетім, кімде-кім менің сүннетімнен бас тартатын болса, онда ол бізден емес деген. Сол себептен некелесу шариғатымыз бойынша сүннет амал болып табылады. Ал талақ мәселесі, Аллах Тағала Құран Кәрімнің Бақара сүресінің 229-шы аятында «Ат-талақу марратан» талақ кезегі екіге дейін деген. Яғни әйеліңе бір не екі мәрте талақ айтқан адам әйелімен татуласып жатса, екеуі қайта қосыла алады деген. Оған байланысты пайғамбарымыздың мынандай бір хадисі бар: «Абғадул халали иллаллахи ат-талақу». Алла Тағаланың мүлдем жақсы көрмейтін халал нәрсесі талақ деген. Яғни талақты шариғатымызда рұқсат етілген, бірақ та оны Аллах Тағала ұнамсыз қылып көрсеткен. Бұл хадисті Ибн Маджа және Абу Дауд өзінің Сунан кітаптарында келтірген. Сол себептен некенің үкімі шариғат бойынша сүннет болса, талақтың үкімі Аллах Тағала рұқсат еткен, бірақ өзінің разылығымен